Сәлем қыздар, сіздермен тағы да мен, акушер-гинеколог Жанар Ержан. Қыздар, бүгін біздің овуляция туралы видеомыздың екінші бөлімі. Мен сіздерге қазір овуляцияны қалай санап білеміз, қандай тәсілдер арқылы овуляцияны таба аламыз, сол туралы айтатын боламын. Олай болса, кеттік. Қыздар, овуляцияны санаудың ең оңай, ең жеңіл тәсілі ол егерде сіздің етеккір, яғни менструалдық цикліңіз регулярны ай сайын келетін болса, және де ол 28 немесе 30 күн болса, біз соны алып екіге бөлеміз. Мысалға, сіздің менструалдық цикліңіз 28 күн дейік. Сіздің овуляцияңызды табу үшін біз осы 28 күнді екіге бөлеміз. Сонда 14 күн. Яғни сіздің етеккіріңіз 1 мамыр күні келетін болса, сіз санайсыз. 1 мамыр ол 1 етеккір келген күні, сонымен 14 мамыр күні шамамен сізде овуляция болады. Қыздар, бұл 100% 14 мамыр күні сізде овуляция болады деген сөз емес, бірақ сол күні овуляция болатын ықтималдылығы өте жоғары. Егерде қыздар, сіздің менструалдық цикліңіз 30 күн болады деге, сіздің етеккіріңіз мысалға солай қала берсін 1 мамыр етеккіріңіз келді дейік. Бірақ сіздің менструалдық цикліңіз 30 күн болса, 30 күнді біз екіге бөлеміз. Сонда 15. Яғни сізде овуляция 15 мамыр күні болады деген сөз, қыздар. Енді сізге осы видеоны қарап отырсаңыздар, қыздар, яғни сіз овуляцияны қай күні болатынын білгіңіз келеді, яғни бала көтергіңіз келеді. Енді мен сізге айтатыным, егерде сіздің мысалға овуляцияңыз 14 мамыр күні болатын болса, сіз жыныстық қатынасыңызды 12 мамыр, 14 мамыр және 16 мамыр қылып жоспарлап қойыңыз керек. Өйткені қыздар, алдыңғы видеода айтып кеткенде, егер сіз ол видеоны әлі көрмеген болсаңыз, мында мен ссылканы тастап кетемін, сонда өтіп видеоны қарап шығыңыздар. Аналық жасуша, яғни яйцеклетканың өмір сүру ұзақтығы 1 тәулік, яғни 24 сағат. Ал сперматозоидтың, яғни ер адамның жасушасының өмір сүру уақыты ол 3 және немесе 5-7 күн болуы мүмкін. Сондықтан қыздар, жүктіліктің болу ықтималдылығын жоғарылату үшін біз 12 мамыр күні жыныстық қатынасты жоспарлап қойымыз керек. Өйткені 12 мамыр күні жатырдың ішіне кірген сперматозоид, яғни ер адамның жасушасы, ол 3 күн өмір сүретін болса, сіздің 14 күні болатын овуляцияңызға ол сперматозоид дайын болып тұрады, қыздар. Сол үшін мен сіздерге беретін рекомендациям ол жыныстық қатынас 12, 14 және 16 мамыр болуы тиіс. Енді қыздар, овуляцияны анықтайтын екінші тәсіл ол кәдімгідей овуляция арналған тест арқылы анықтасаңыздар болады. Енді сіздер сұрауыңыз мүмкін, мен сонда 1 ай бойы сол тестті сатып алып жасап отырам ба деп. Жоқ, мен жоғарыда айтып өткенде бірінші тәсілді қолданып, шамамен қай күні овуляция болатыныңызды анықтап аласыз. 3 күн, 4 күн дейін, 3-4 күн кейін бір 5-6 тест полоскасын алып, сонымен анықтасаңыздар болады. Түсініңіз ғой да, егер сіз 14-ші мысалға мамыр күні сізде шамамен овуляция болатын болса, онда мысалға 11-ші мамыр, 12-сі, 13-ші, 14-і, 15-і, 16-сы деп бір 5-6 күн сөйтіп сол тест арқылы овуляцияңызды анықтасаңыз болады. Ол тесттер кез келген дәріханада жүктілікке арналған тест сияқты сатылады. Егерде сізде овуляция болатын болса, 2 сызық, жүктілік сияқты 2 сызық шығады. Егерде овуляция болмаған жағдайда тек қана 1 сызық қана көрсетіліп тұрады. Енді овуляцияны анықтайтын үшінші тәсіл, қыздар, ол кәдімгідей ультрадыбыстық зерттеу, яғни УЗИ. УЗИ специалисті сізге сіздің аналық безіңіздің жаңағы өлшеміне байланысты, фолликулыңыздың өлшеміне байланысты сізде қай күні овуляция болатын нақты айтып бере алады, немесе овуляцияңыз осы күні өтіп кетті деп оны да айтып бере алады. Соған байланысты сіз өзіңіздің овуляцияңызды қай күні болғанын біле аласыз, немесе қай күні болатынын біле аласыз. Және де қыздар, тік ішектегі температураңыздың өлшеу тәсілі, қыздар. Енді жаңа айтып өткенде, қазір көп адамдар ол тәсілді қолданбайды, өткен тест бар, УЗИ бар деген сияқты. Бірақ үй жағдайда мен осы овуляцияны тапқым келеді деген қыздар оны қолданады.
Оны қалай өткіземіз? Әйел адам таңертең ұйқыдан тұрғанда тік ішегіндегі температурасын өлшеу қажет. Ол үшін кәдімгі градусник термометрмен өлшейміз. Егер де күнделікті сіздің температураңыз, тік ішектегі температураңыз, дене температураңызбен бірдей 36,6, 36,5 болатын болса, овуляция күні температура 37-37,5-ке дейін өсуі ықтимал. Бірақ бұл тесттің бір кемшілігі, ол сіз күнделікті өлшеген температураңызды график құрып жасап отыруыңыз керек. Сондықтан мен көп өзімнің пациенттеріме ол тәсілді ұсынбаймын, бірақ осындай тәсіл бар. Енді қыздар, овуляцияны анықтайтын, өзіңіз сезу арқылы анықтайтын тағы да бір симптомдарды атап өтейін. Овуляция болатын күні әйел адамда оң немесе сол жағында ауру сезімі болуы мүмкін. Енді ол ауру сезімін сіз бір жатып қалатындай ауру емес қыздар, бірақ бір сізге бір дискомфорт болатындай, бір тартып ауру мүмкін. Және де сол овуляция күні қыздар, сіздер өздеріңіздің выделение, яғни бөліністеріңізге көңіл аударуларыңыз керек. Өйткені овуляция күні сол бөліністеріміз, выделение, ол сондай бір мөлдір түсті, бір созылмалы болып келеді қыздар. Енді ол выделение, яғни бөлініс сізде жасыл немесе сары түсті болмау керек. Ол бағанағы ірімшік сияқты болмау керек. Және сізде бір қышу немесе бір ауру сезімдері ондай болмау керек. Бірақ сіздің жаңағыдай өзіңіздің выделениеңізге көңіл аударып қарасаңыз, сондай бір мөлдір су сияқты бір жақсы созылатын бір выделениялар овуляция күні міндетті түрде болады қыздар. Және де келесі бір тәсіл, ол сол овуляция болған кездерде қыздар, сіздердің либидоларыңыз жоғарылайды, яғни сіз төсек қатынасына деген бір құлшыныс сізде пайда болады. Сол симптомда сіздің овуляция болады деген бір симптомдардың бірі. Сонымен қыздар, бір ғана симптом немесе бір ғана тәсілді ғана қолданып қоймай, мен айтып өткен жоғарыдағы тәсілдердің бәрін қолданып, өзіңіздің жаңағыдай симптомдарыңызға көңіл бөліп, бәрін зерттеп қарап келе, сіз өзіңіздің овуляцияңызды нақты тауып алсаңыз болады қыздар. Сол кезде сіз өзіңіздің жыныстық қатынасыңызды жоспарлап, бала көтеру өзіңіздің қабілетіңізді, бала көтеру ықтималдығын жоғарылата аласыз. Бүгінге сізге бергім келген ақпарат осы қыздар. Назар аударып қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Алғашқы уақытта менің каналымда пайдалы ақпараттар көп болады. Сондықтан каналға жазылуға ұмытпаңыздар. Және де осы видеоға өзіңіздің сұрақтарыңыз болса, бір комментарияларыңыз болса, төменде жазып кетсеңіздер болады. Және де осы видеоға лайк қоюды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Тағы да келесі видеоларда жүздескенше сау саламат болыңыздар.